Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын әрі жұмсақ және тойымды тағамның бірі сосиски в тестенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Жұмыртқаға дрожжымызды саламыз, құрғақ дрожж, онан кейін жылы сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тұз себеміз. Сұйық майымызды құямыз. Онан кейін өлшеулі тұрған ұнымызды електен жартысын саламыз осылай. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз, електен өткізіп. Тағы да қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен қамырымызды илейміз. Тағы ұнымызды салып, қалған қамырымыздың басын біріктіріп, жақсылап илеп, қойып қоямыз. Қамыры жақсылап көтерілуі қажет. Жұмсақ қылып илейміз. Отыз 35 минутқа қойып қоямыз қамыр көтерілгенше. Мінекей қамырымыз көтерілді, енді алып керек бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектердің бәрін дөңгелектеп, қойып бетін жауып, қойып қоямыз тағы да. Енді әрқайсысын жеке-жеке алып жаямыз. Қамырдың астыңғы жағын осындай ұзынша сызықтарменен кесеміз. Енді сосискамызды алып ораймыз. Жоғарыдан төмен қарата ораймыз. Осылай асты ашылып кетпеу үшін жабыстырып қойып қоямыз. Тағы да көрсетейін. Жайып, ұзынша етіп кесіп, осылай сосискамызды ораймыз. Барлығын осылай жайып, барлығын орап шығамыз. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Менің жасаған сосиски в тестемде 20 штук шықты. Енді жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып бетіне жағамыз. Кунжут болса кунжутты себеміз. Қызып тұрған пешке салып 170 градусқа 20-25 минутта пісіріп аламыз. Неке дайын болды, өте дәмді, жұмсақ. Бәрі сүйсініп жейтін тағамның бірі. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.